Менің аты жөнім Салыбекова Нұрдана Нұртайқызы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті биология кафедрасының PhD доцент міндетін атқарушысымын. Қазақстанда қызғалдақтың бастапқы материалдар коллекциясын жасау, эксклюзивті түрлер мен сорттардың көбейту мен өсірудің инновациялық технологиясын әзірлеп, қолданысқа енгізу жобасы бойынша тоқталатын боламын. Қазіргі уақытта гүл өсіру тиімділігі жоғарғы салаға айналуда. Нидерланды әлемнің 125 елін қызғалдақ баданаларымен қамтамасыз ету бойынша көш бастап тұр. Қызғалдақтарды көктету, оларды көбейту технологиясын жасау Нидерланды жағдайының жабық және ашық топырақ жағдайына негізделе салған. Бұл бағытта Қазақстанда тұқым селекциялық шаруашылық бағыттағы жұмыстар жоқ. Дегенмен Қазақстан қызғалдақтың отаны. Еуропаға қызғалдақ баданалары ұлы жібек жолы арқылы қазақ даласынан жеткізілді деген деректер де бар. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ботаникалық бақ жағдайында осы биология кафедрасының ғалымдары қызғалдақтарды өсірудің инновациялық технологияларын жасау, оларды бейімдеу ерекшеліктерін зерттеу және қысқа мерзім уақытында көбейту технологиясын жасау бойынша бірқатар зерттеулер жүргізілуде. Негізінен жоба бойынша атқарылатын жұмыстар университетіміздің ботаникалық бағының жылыжайында ашық және жабық топырақ жағдайында жүзеге асырылады. Ол жерде өсу динамикасын, температуралық режимді, ылғалдылық режимін зерттеу, бақылау, белгілі бір мерзімде гүлдету, көктету ерекшеліктері, топырақ жағдайының агротехникалық ерекшеліктері сияқты барлық зерттеулер ботаникалық бақ жағдайында жүзеге асырылады. Университетімізде жүзеге асырылған соңғы 3 жылда құрылған ғылыми қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобасы аясында құрылған өсімдіктер биотехнологиясы зертханасында бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Енді осы зертханамызда жүргізіліп жатқан бастапқы селекциялық материалды генотиптеу және көбею регламентін жасау жұмыстарына тоқталайық. Қазір өсімдіктерді инвитро жағдайында көбейту бойынша қажетті қоректік орталарды дайындау, олардың pH ортасын анықтау және макро-микроэлементтерді, фитогормондарды қоса отырып қоректік орталарды әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Зертханамыздың молекулалық генетикалық зерттеулер жүргізілетін бөлімінде қызғалдақ ауруларын ПТР диагностикасын қолдана отырып, молекулалық генетикалық сәйкестендіру жұмыстары жүргізіледі. Зертхананың бокс бөлмесі негізі өсімдіктерді биотехнологиялық жолмен көбейтудің негізгі бөлімдерінің бірі деп айтуға болады. Бұл жерде экспонаттарды алу үшін қажетті материалдарды егу жұмыстары осы жерде жүргізіледі. Стерилденген қоректік орталарды, материалдарды инвитро жағдайында көбейту үшін жұмыстардың барлығы осы жерде атқарылатын болады. Зертханамызда осындай ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Негізі бұл жоба бойынша негізгі ғылыми зерттеу жұмыстары университетіміздің ботаникалық бағының базасында жылыжай, ашық және жабық топырақ жағдайында жүзеге асырылады. Ол жерде температура, ылғалдылық режимін сақтау, өсу динамикасын бақылау, белгілі бір мерзім уақытына дейін гүлдету, топырақтың химиялық құрамын зерттеу, топырақ құрамының қажетті қоспасын әзірлеу, тағы басқа жұмыстар ботаникалық бақ жағдайында жүргізіледі. Университетімізде атқарылып жатқан жоба аясындағы бұл жұмыстар Қазақстанда қызғалдақ өсірудің шетелдік технологиясының скринингі, нақты айтқанда ашық топырақ жағдайда оларды бейімдеу, бастапқы материалдар коллекциясын жасау елімізде гүл өсіру шаруашылығын дамытуға ықпал етеді.